Ағайла, ассалаумағалейкум, ағайын, амансыздар ма? Трамп келіп, экономиканы трампылдатып жатыр, ағайын. Оны бәріміз көріп отырмыз. Бүкіл әлемнің экономикалық жағдайын өзгерткісі келетін сияқты, мынау керек десеңіздер Қытайдың өзіне бір экономикалық соғыс жариялағандай отыр. Енді Қытайың да оңай шағыла салатын жаңғақ емес, енді алда не боларын бір Алла біледі, не де болса амандықпен бітсе екен дейміз. Жалпы бұл Трамптың іс-әрекетіне бүкіл әлем дүрлігіп отыр. Европа елдері, Африка елдері, керек десеңіздер орталық Азия елдерде. Себебі Өзбекстанның пошлинасының өзін 4%-ға көтеріп тастапты, ағайын. Сұмдық қой бұл, иә. Жалпы бұл дүние, неге сөздің ашығын айту керек, біздің елге әсері бар ма және әсерін бере ма деген сұрақ көбісін мазалайды. Я, әсерін береді. Біздің елді бұл жанамай кетпейді. Неге десеңіздер, Қазақстан әлемдік экономикада өзінің орнын ойып тұрып алған мемлекет. Кухонный оппозиция қарсы болуы мүмкін, не қуып отырсың, ондай жоқ деп, бірақ ақиқат ретінде қабылдайық, ағайын, иә. Осы дүниені шешу үшін бүгін біздің Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза кәдімгідей жиналыс өткізіп, мынандай сөздер айтыпты. Бұл біз үшін үлкен мүмкіндік. Осы ситуацияны біз пайдалануымыз керек өзіміздің тарапымызға қарай. Себебі әлемдік елдер бір-бірімен сауда-саттық тоқтатып жатқанда, біз әлемдік нарыққа шығып өзіміздің тауарларымызды сату керек. Сондықтан бизнесмендер, ақшалы азаматтар қалай елімізге ақша алып келеміз және тауарларымызды қалай сатамыз деген дүниені ойланыңдар депті. Аман болайық.